Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Құрметті жамағат, бүгінгі біздің айтатын аятымыз Ниса сүресінің 119 аяты, 120-шы, 121, 122 және 123 аяттар. Бұл жерде шайтанның айтқан сөзін Алла Тағала бізге келтіріп жатыр. Уәлә удиланнахум, уәлә уманнияннахум, уәлә амураннахум, фалюбаттикунна азанал ан'ам, уәлә амураннахум, фалюғаййирунна халқаллах. Мен адамдарды адастырам, дейді шайтан. Және оларға өтірік үміт беремін, өтірік армандар беремін. Шайтан айтады адамдарға. Уәлә амураннахум, және мен оларға бұйырамын. Фалюбаттикунна азанал ан'ам, сөйтіп олар малдың құлағын кеседі дейді. Кезінде мүшриктер осылай малдың құлағын кесіп, өз бұттарына құрбан шалатын. Міне сондай бұйрықтарды беремін, адастырамын дейді адамдарды. Өтірік оларға үміт беремін. Күнәні істей бер, бәрі дұрыс болады. Ешқандай бұл айыпты нәрсе емес. Алла Тағала өзі бар ма, жоқ па, қиямет бар ма, жоқ па, сондай күмән салады. Және осындай адамға болмашы бір өтірік бір арман береді, бір үміт береді. Уәлә амураннахум, және олар тағы бұйрық берем. Фалюғаййирунна халқаллах, олар Алла Тағаланың табиғи жаратылысын өзгертіп жібереді. Бұл аят өте көп мағынаны жалпы қамтиды. Бұл адамның денесінде болуы мүмкін. Ғалымдар айтпақша, бұл түрлі сурет салу денеге татуировка дейді ғой. Міне соның бәрі де бұл Алла Тағаланың жаратылысын өзгерту. Немесе Алла саллаллаху алейхи вассалам еркекке ұқсаған әйелдерді Алла Тағала лағнеттеді. Немесе әйелге ұқсаған еркектерді дейді. Не осы табиғи өз болмысынан шығып басқа бір нәрсені жасау, ол барлығы Алла Тағаланың жаратылысын өзгерту. Немесе қазіргі уақытта атмосфераны ластауымыз бар. Соның барлығы бұл табиғи Алла Тағаланың жаратылысты өзгертіп, не соның апаттарын, соның салдарын бәріміз көріп жатырмыз. Ваман яттахизи шайтана валийя мин дуниллах фақад хасира хусрана мубина. Кім шайтанды Алланы тастап, Алла Тағаланы тастап, шайтанды дос етіп алса өзіне, сол адам өте үлкен қасіретке ұшар дейді. Анық үлкен қасіретке. Өйткені Алла Тағаланың достығы, қамқорлығы ол мәңгі, ал шайтандікі ол тек қана өзінің мақсатына жету, ол яғни адам баласын күнәһар қылып, Алла Тағаланы ұмыттырып, тозаққа кіргізу. Өйткені шайтанның кегі бар, адам баласын жалпы, адам баласын жек көреді. Сондықтан да шайтанның қандай да бір уәдесі бәрі өтірік, қиямет күні бәрібір шайтан тозаққа түседі, және артына бұратындар да бәрі тозаққа кетеді. Анық, бұны Алла Тағала келесі аятта да айтады. Яидухум ва юманнихим, шайтан оларға түрлі уәде айтады. Ва юманнихим, түрлі армандар береді оларға, үміт береді. Вама яидухум шайтану илля ғурура, шайтан тек қана уәде ететін нәрсесі барлығы тек алдамшы ғана бос нәрселер дейді. Алдамшы ғана нәрселер, ол кетіп бұл дүниеде ғана тарап кетеді. Улайка маъвахум жаханнам ва ла яджидуна анха махиса. Міне осы адамдардың баратын жері, оның артынан еретіндердің, бұл жаханнам тозақ, және олар тозақтан құтылатын жер таппайды, әдіс таппайды. Валлазина аману ва амилус солихат, ал енді иман етіп ізгі істегендер, санудхилухум жаннатин тажри мин тахтихал анхару халидина фиха абада. Біз бұларды астынан өзен ағатын пейіштерге кіргіземіз. Олар ол жерде мәңгі қалады. Ваадаллахи хаққа, бұл Алла Тағаланың ап-анық, ап-ашық уәдесі. Ваман астақу миналлахи қила, Алла Тағаладан басқа кім шын айта алады? Ең шын сөз кімдікі? Ол тек Алланыкі. Шынымен де шайтанның уәдесі өтірік. Бұл дүниені бұзып жібереді, өмірді, қоғамды, ал қиямет күні тек қана қасіретке шегіп тозаққа кіргізеді. Ал енді Алла Тағаланың сөзі бұл қоғамды көркейтеді, және де қиямет күні пейішке кіруге себеп болады. Сондықтан да бұл Алла Тағаланың сөзін адам баласы ұстану керек, шайтанның өтірік уәдесін емес. Сөйтіп Алла Тағала жалғастырады. Лайса би аманиикум вала амани ахлил китаб. Сендер ойлайтындай емес, ей мүшриктер, яғни пұтқа табынып, осылай істеуіміз дұрыс. Жоқ. Вала амани ахлил китаб, және ахлил китаб, бұрынғы кітап берілген насора, яхуди діндегілердің армандары, үміттегені сияқты емес. Олар тозақта бір күн ғана, немесе бірнеше күн ғана боламыз, кейін шығамыз. Немесе өздерінің түрлі сөздері бар. Иса Құдайдың баласы жоқ, оның барлығы негізге алынбайды. Негізі қаралатын мәселе, Алла Тағала айтады, май яамал суа юджзаби. Кімде-кім қандай да бір жамандық істейтін болса, соның қарымтасын алады.
және алла тағаладан басқа ол ешқандай өзі қамқоршы да көмек берушіні да таппайды дейді. Тек қана жәрдем беретін бұл алла тағала, қалған барлығының көмегі бұл өтірік нәрсе. Сондықтан да адам баласы алла тағаламен дос болу керек, алла жар болсын деп айтады ғой қазақ. Яғни алламен шынайы достасу керек, алланы жақсы көру керек, алланың уәдесін орындау керек. Біздің алла тағала берген уәдеміз оған құлшылық қылатынымыз және оған серік қоспайтынымыз. Иншалла осы уәдеде тұратын болсақ, шайтан азғыру да бізге жоламайды және біз иншалла бақытты жандардың қатарынан боламыз. Амин.